Ал сен келісесің бе, өзінің шындығын айтса? Иә, сенікі дұрыс, менікі мына жері дұрыс деп. Сен өзің қалай шешесің? Түсінбедім, қайталап жібересіз? Енді әр мәселеде өзінің ойын айтып жатса, мысалға, Ази, сен мына жерге былай жасағаның, барғаның дұрыс емес, мына жерге қойғаның дұрыс емес, былай қою керек десе, сен келісесің бе? Мейлі, мында бармаймын, ананы осы жаққа қоятын боламын деймін дегендей. Жоқ, мен оған келіспеймін. Енді қалай айтсам болады, әйел адам еркектің шаруасын араласпайды ғой, еркек істеп жатқан нәрсеге. Оған келіспеймін. Өзім қалай айтсам болады, қалай өзім дұрыс деп тұрамын, солай дұрыс болады. Соған көну керек ол. Соған көну керек дегенде, енді ортақ шешім ғой, ол да өзін несін айту керек, қалай айтады? Өзін ойын айту керек, өзін предложениесін айту керек. Мынау былай тұру керек, қалай болады екен, былай тұрса қойып көрейік, болмаса мына жаққа қойып көрейік деген. Ол мына жақта тұрсын дейді, сен мына жақта тұрсын дейді. Ортасына қоясыңдар ма, қалай болады сонда? Жоқ, былай ғой, если мен айтсам, мына жақта тұру керек, мен осы жаққа қойып десем, ол айтса, мына жаққа қойып көрейік, болмаса, екеуміз көрейік, болмаса, осы жаққа қайтып қоямыз дегендей айту керек. Сөйтіп сен? Осы ортасына келіп қоятын болдық қой. Түсінікті. Жарайды енді. Қандай үміткер келгенін байқап көреміз, сұрақ қойсаң болды ең бастысы, иә? Жанармайың тез таусылып қалмасын. Бүгін заправка алмаппын. Дұрыс болған екен. Тыныс алып ал. Үміткерді шақырамыз, келіңіз. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Сәлем. Біздің Бауыржан басын шайқап, дұрыс